сәлеметсізбе? Мен Тасқала колледжінің директордың оқу тәрбие жөніндегі орынбасары Избанова Бибигүл Бимурзиевна. Ұлы жеңістің 75 жыл толуына орай ән айтайық челленджін бастап, әріптестеріме жолдаймын. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Саламатсыздар ма? Мен Тасқала колледжінің саз үйірмесінің жетекшісі Сұлтангерей Сәлімгерей Хайредденұлы. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Избанова Бибигүл Бимурзиевнадан ұлы жеңістің 75 жылдығына орай ән айтамыз челленджді қабылдап, басқа да әріптестеріме жолдаймын. Жаутаңдап қарап дала тұр, көз жасын сүртіп жаңа бір хабарсыз ұлын сұрауға жолыңды тосып ана жүр. Қаншидың олып адамын, қаншиді сөніп қалдықтар, көрдің бе ұлын ананың соғыстан қайтқан солдаттар. Қаншидың олып адамын, қаншиді сөніп қалдықтар, көрдің бе ұлын ананың соғыстан қайтқан солдаттар. Мен Тасқала колледж директорының оқу өндірістік ісі жөніндегі орынбасары Шайхиев Медет Калчехович, колледжіміздің саз үйірмесінің жетекшісі Сұлтангереев Сәлімгерей Хайредденұлынан ұлы жеңістің 75 жылдығына арналған ән айтамыз челленджін қабылдап, басқа әріптестеріме жолдаймын. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
он был от нас далек, как костер потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые пыли, этот день мы лежали как могли. Этот день